Ассалаумағалейкум, құрметті менің көрермендерім. Ауылды тіршіліктің бір үзіндісі. Күнде таңертең осылай сиырларымызды өріске айдаймыз. Таң намазын оқып болған соң сиырымызды сауып, күн шықпастан бұрын осылай малдарды өріске айдап күтуге қосамыз. Бұл жақта көршілер шығарып жатыр. Осылай ауылда тіршілік осылай сиырдан басталады. Сиыр сау, сепарат тарту, сүт тарту, одан кейін сиырды өріске айдау, күтуге қосу. Сосын шайымыз ішіп барып, қалған шаруаға кірісеміз. Күту осы жақта өрісіміз жайлап биік шүйе қалды деймін біздің бетте. Ауылда 4-5 күту бар ғой. Ал біздің үй жақтың күтуі. Негізі бақташы бар еді, мал бағатын. Қазақтың бір дерті бар ғой, ішіп кетті. Мал бағу махаббаты бітті. Қалды енді. Халық болып кезектесіп айдап жатыр. Бүгін біздің үйдің кезегі. Айдап, анда қыр бар, қырдан асырып ашып жіберем. Өздері сол жайылып кетеді. Сосын түстен кейін барып, судың бойынан қайтарып алып келем. Қазақта осы арақ құртады. Арақ деген бәле болды ғой бәріне. Сиырлар судың ары бетіне өтіп кеткен. Қазір сиырлар жинап аулаға айтамыз. Мына жер Ақжар деп аталады. Мына жер өткел бар. Өткелден өтеміз. Сиырлардың бәрін жинаймыз. Ана жақта сиырлар бар. Өрістен мал айдап келе жатырмын. Жартысын артында келе жатырмын, жартысы ана басында жүр. Сөйтеді өзі бөлініп. Бұқалар соңында жүреді, салбырап. Сосын аспай жайылатындар бар, өлімтіктер бар, жүрісі келмейтін. Тез жүгіріп жүріп жайылатындар ана алдыда жүр. Ауылдың шетінде. Таңертең малды өріске шығарамыз, кешке қайтарамыз. Оны сауамыз, сепарат тартамыз, қаймағын жинап май шайқаймыз. Тартылған сүт ірітіп, ірімшік аламыз, одан құрт істейміз. Тіршілік, ауылдың тіршілігі осы. Мал ауылда мал арқылы осы халықты тамақтандырып жатыр.